Asla kazır. Kadirli ağayın, kadirli әріптестер, бұл өзі bir көптен beri ойда жүрген мәселе еді. Қазір ол туралы әңгімелейміз. Соны енді көпшіліктің ортасына салуға тәуекел етіп отырмыз. Бұл жердегі мәселе өзі шындығында да жай мәселе емес. Оған әртүрлі пікір болатын шығар деп ойлаймыз. Мынау жерде өзіңіз көріп отырсыздар, мына төменгі жағында бейтаныс сингармонизм деген кішкене тақырыпша бар, ана сингармологияны түсіндірудің амалы. Ал мына төменгі жағында мен Шербаның сөзінен бастап отырмын. Біз енді мына жерде Жұмағали отыр, біз Ленинград мектебінің шәкірттеріміз, сол жерде білім алғанбыз, тәжірибеден өткенбіз сол жерде. Ол кісінің сөзі мынау, есть другие языки, которые выражают то же, что и мы, иначе деген Шербаның несін басшылыққа алып отырмыз. Енді негізгі әңгімемізге көшеміз. Мына алдарыңызда мінекей бүгінгі күнгі бәріміз кәдімгі фонема дейміз, дыбыс дейміз, анау дейміз, мынау дейміз, қазақтың дауысты, дауыссыз дыбыстары мінекей. 9 дауысты мінекей, 5 қатаң дауыссыз, 5 ұяң дауыссыз, 7 үнді дауыссыз, бас аяғы 17 дауыссыз, 9 дауысты менен екеуі 26 деп фонема деп жүргеніміз осы мінекей. Ал енді бізге өзі мынау әлем тілдерінің жіктелімінен бастағалы жөн көріп отырмын. Өйткені қараңыздар, біз қопарылмалы тіл, жалғамалы тіл дейміз дағы бір екі сөзбенен, екі белгімен бітіре саламыз. Шындығында қараңыздар, бұл тілдердің арасындағы айырым белгілердің өзі біздің географиялық белгі, ұлы туыстық белгі, орта туыстық белгі, кіші туыстық белгі, морфологиялық, сөз құрауыш, просодикалық белгі, құрылымдық, ең кіші бөлшек, түрленім бөлшек деген сықылды мінекей қарап отырсаңыздар, мына үнді прабат тілдері менен біздің Орал Алтай тілдерінің арасында ешқандай келіп бір үйлесетін жері жоқ екен. Әрқайсының нелері өз алдына бөлек. Енді оның мына жерде мына орысша несін келтірген едім. Мына орысшасы да бар, қазақшасы да бар. Мына өттіген одан. Енді бұл жалпы бұл осы бір идея қайдан келді, мәселе қайдан басталды дегенге келетін болсақ, оның мынандай бір себебі бар мінекей. Кезінде өздеріңіз жақсы білесіздер, қазір қазақ тілінде, түрік тілдерінде сөздік екпін сөздің соңына түседі деген ереже бар. Оған мына біздің қазақ тіліндегі келтірілетін ең жүрдек мысал мынау екеуі. Алма дегенде дейді, анау зат есім алмада екпін соңына түседі, етістік алмада екпін басына түседі деп балаларды үйретіп келе жатырмыз. Қазір осы қабылданған. Ал шындығында осы жердің басын ашып көрейік. Алма дегенде қараңыздар енді. Қандай емле-кемшілік кетіп отыр. Біріншіден, біз соңына нүкте қоюымыз керек, ол хабарлы әуен. Бұл енді сөйлем болып кетті. Оның ендеше бас әріппен жазуымыз керек. Келесі етістікке не істейміз енді? Бүйрік ұрайдың белгісін қоюымыз керек. Бұл да тағы да. Сонда қараңыздар, сөздік екпінді деп жеке сөз деп жүргеніміз сөз емес екен. Бір атау сөзден тұратын жеке сөйлем болып шығады. Бұл мәселенің мына жерде төменгі жазып отырмын. Мынау сонау 60 жылдардан басталған әңгіме бұл. Мына бүгінгі менің айтайын деп отырғаным сол кезден басталған тірліктің мінекей енді бір қорытынды жалғасы. Мынау жүрмей жатқаным ғой.
Endi nega osының sebebi ne degенді іздегенді мінекей. Мұның себебі biz sözdün, söylemnin, әуенін, intonatsiyasını сөздік екпінде жүрекенбіз. Сондықтан соны түсіндіру үшін мен мінекей, мен жалпы әуен таным деймін интонацияны. Оның маманы емеспін, оның өзінің маманы бар. Мен бұны тек сөздік екпінде қатысына енді мына құрамын көрсетіп отырмын. Көріп отырсыз, әуен танымның құрылымы өте күрделі екен. Sözdük ekiplerimizin beri olsa intonasyonun altında aytan bölgeleri Mınau salыстырып отырамыз ғой енді. Сөздік екпін деген не ол? Үндеу батылдерінде мысалға әрбір буынның өзінің айтылым қарқыны бар. Мынау екпінді буын болады, содан кейін мына екпінсіз буындардың түрі болады. Сондықтан да ол тілдерде сөздің құрамындағы буындар біркелкі айтылмайды. Осындай өзгешеліктер болады. Және оның әрқайсысын жеке-жеке таңбамен, жеке-жеке әріппен белгілеп отыруымыз керек. Ал енді түрк тілдерінде қалай енді? Мінекей мына жерде мысалға төрт әуезді көрсетіп отырмын. Міне сөздің басында басталған дыбыс ол аяғына дейін өзгермейді. Әрине жаңағыдай әлгі созылымдылығына байланысты тағы басқа өзгерістер бола береді. Ал негізгі сапалық белгісі аяғына дейін сақталады мінекей. Жаңағы немен салыстырып отырғанымыз сол мінекей. Мына әлгі екпінді тілдерде мынау үндесім тілдерде қалай болады деген мәселе. Енді соныменен мынандай бір модель құрастырдық. Қараңыздар, сингармонизм тіл бар, акцент тіл бар, екпін, тон, әуен тіл бар. Мінекей өзі негізгі қазіргі тілдердің ішіндегі белгілі жеткілікті түрде зерттелген түр осы үшеуі ғой енді. Көріп отырсыздар, мынау үш бұрыштың әрқайсысы не бұрышында тұр. Ол не деген сөз? Сингармонизм бар жерде екпін болмайды. Екпін бар жерде сингармонизм болмайды. Әуен, тон бар жерде екпін де болмайды, әуез де болмайды. Яғни бір тілдің құрамында бұның екеуінің бірге болуы ол мүмкін емес нәрсе. Мынау жаңа айттым, енді біз мынау Ленинград мектебінің шәкірттеріміз, мына профессор Зендер, мен жетекшімнің айтқан мынандай сөзі мінекей. Многочисленные исследования по фонетике тюркских и других языков убедительно доказали, что в них словесного ударения нет. Бұл кәдімгі біздің ғұлама ұстазымыздың айтып отырған сөзі. Енді ары қарай жалғастырайық енді. Өздеріңіз жақсы білесіздер, акцентология деген не ол? Ол мына акцент екпінді қарастыратын фонетиканың бөлімі деген барлық әдебиеттерде. Жарайды, ал енді ол екпінді зерттейді екен. Ал ол тонды, әуенді не зерттейді енді? Акцентология зерттей алмайды өйткені оның нысаны мынау екпін. Ары қарап соны іздейміз енді мінекей келесі. Яғни мына үлгіменен мына акцентология, енді тонология болады, тонды зерттейтін, әуенді басында көрсетіп отырмын мінекей. Енді жақсы. Ал енді екеуі белгілі болды. Енді сингармонизмді зерттейтін ғылымның аты не болады? Бөлімнің аты не болады енді? Ол болады мінекей акцентология, тонология, сингармология. Міне сингармологияның шыққан жері осы. Әрбір нені зерттейтін өзінің фонетикада салалары бар екен. Енді бәрінің басын қосатынын орын бос тұр көрдіңіздер. Енді соны толтырамыз. Оның бәрін үшеуінің басын қосатынын не болады екен? Прозодология болады екен. Мынау терминдердің бәрі әзірше сол күйінше алынып жатыр. Енді жалпы кейін қазақ терминдер құрастыру жағына тағы да ойланамыз. Бұл мінекей соныменен тағы да көріп отырсыздар, міне әрбір саланың өзінің
fonetikada özünün belgili bir zertteytin salası, bölçekleri var eken. Endi bu söz kurawuş dengeyindegi, al endi dıbıs dengeyindegi mesele ne болады? Endi sonu göreyik. Mına fonemаны zertteytin gılım dep fonologiya, fonemаны, onun allafonlarını zertteytin fonetikanın salası degen ülkön ereje var. Yani fonologiya ol fonemamen allafonu zertteydi ekan. Onun mına dıbıs kuramı görünüp dur. Bunun dıbısı her ekbinde dıbıslar болады ekan. Jakşı fonemani zertteydi ekan, fonologiya ekan. Al tanemani zertteydi endi. Kanday en soğan gelemiz, onu izleyimiz. Yani mına fonologiya, fonemologiyanın iziminin tanologiya nemese tanemologiya deyimiz. Bu tanemani zertteydi, onun Allah'tan zertteydi. Alanı dıbısı kanday olardan, er satılı dıbıslar. Nemese er dengeyildesi de болады. Endi singemaga gelemiz, yani singemanın zertteydiğinin ne болады? Ol, mına şoğunun öğretimen kelgen vaqta oqsas singemologiya болады. Singema, onun Allah singemanı zertteydiğin. Al onu dıbıs kuramı kanday болады? Ere özlü dıbıslar. Yani juan jinşke yerinde gezölüp degen sıkıldı. Al endi olsa şoğunun basın kuraytın fonetikanın bölümü ne dep atalı gerek? Segmentologiya болады ekan. Sonu menen жаңа söz kurawuş fraseologiyanın basını açtık. Endi her bir dıbısqa katıştı bölümün segmentologiya ekan. Onda meneki misalga fonemologiya fonemadan asıp gelip mına singemanı nemese tanemani zerttey almaydı ekan. Ol onun nesine ölesine jatpaydı. Meneki osunu görsetүүgө tırıştık. Endi tағы da şuburuşqa gelemiz. Son singermologiya, fonologiya tanılır. Mına o singermologiya, ol tek gana oral Altay tilleri, onun içinde mına Türk tilleri, Mongol tilleri, meneki solardı gana zertteytin salası. Fonologiya түсінікті енді, үнді тілдерін арғарай. Fonemologiyası арғарай, foneması. Mına tanologiyaga байланысты бұл жалпы мына синgermologiyaga qaraganda бұл қазір зерттелген белгілі сала бұл. Мына Ленинградта Вадим Борисович деді? Касевич. Сосын Гордина деген апайымыз болған, сол кісілердің кәдімгі зерттеп ұсынған, бұлар да фонема деп келген ғой көп, біраз уақытқа дейін. Мына фонема деп келген. Сон мына осылай зерттеп келген уақытта ол фонема бұл жерге жүрмейді екен олардың тіліне. Сол сықылды міне бізге де фонема, сингема, танема деген әр тілдің өзіне тән белгілі бір бірліктер екен деген әңгімені тоқталайық деп отырмыз мінекей. Енді анау кітапта бәрі дұрыстап жазылған, енді кеңейтіліп. Мына жерде енді сәл қысқартып айтуға тура келеді, өйткені мені асықтырып отыр мына модераторымызда. Енді міне қараңыздар, соныменен қазақ тіліндегі сингемалар дегеніміз не болып шығады? Бірінші дауысты сингемалар жүйесі мінекей 9 дауысты тұр. Bizim 9 дауысты деп жүргеніміз 9 ал сингалофон екен ғой, синgemалофон екен. Енді міне қараңыздар, 3 топқа бөлінеді. Қарап отырсаңыздар, анау көне түркі жазуында неге 3 дауысты деп айтады? Міне 3 дауысты осы жерден шығып отыр. Яғни ашық дауысты сингема, оны А деп белгіледік. Қысаң дауысты сингема, оны О деп белгіледік. Құранды дауысты сингема, оны Е деп белгіледік. Көне түркі жазуындағы 3 дауысты деп жүрген мәселе осында. Ал енді жазылымындағы тарап кететін нәрселер, ол алла сингемалар. Мінекей, мына біздің сингемология келіп, сол көне түркі жазуының да кейбір заңдылықтарын ашуға көмектесейін деп отыр. Енді ары қарай өзі осы не үшін керек сингем осы деген. Мына сингерманизмдегі байланысты мына бір сен айтайын деп отырмын. Әйгілі атақты Трубецкой сингерманизмге мән берген жоқ. Сингерманизмде ол әлгі шекара белгілер, пограничный сигнал деді де өтіп кетті. Ал өзі осы ұстанымның өзі жаңсақ.
Өйткені ол шекара белгілі болу үшін сөйлемде жуан әуезді, жіңішке әуезді сөздер кезектесіп тұру керек. Қазақ тілінде ондай емес қой. Мысалы, кейбір сөйлемде тек қана жуан әуез сөздер болады, кейбір сөйлемде тек қана жіңішке әуез сөздер болады. Ендеше ол шекара белгілі болады деген сөз, ол енді жаңсақ сәл үстірт айтылған әңгіме. Мына жерде дауыстылардың әдейі несін беріп отырмын. Мына біздің төрт дауыстың әдейі міне қызылға бояп отыр. Бұған қазір келеміз. Енді дауыссыздарға байланысты бәрін келтірген жоқпын үнемдеу үшін. Тек қана үнділерді алдым. Үнділерді алған себебім мына жерде біздің қазіргі басымызды біріктірмей жүрген июлардың тұрған жері мінекей. Біз жалпы латын әліпбиіне көшкен уақытта таңбаны кириллге қарап алмауымыз керек. Әрбір дыбыстың өзінің артикуляциялық анықтамасын беруіміз керек. Соған лайық халықаралық фонетикалық әліпбиден барып оның таңбасын алуымыз керек. Сондықтан соны көрсетіп отырмын. Мына жақтан мен әлгі кирилл әліпбиді қоспай отырғаным сондықтан. Соны мінекей әлгі үнділердің түрі мінекей, оның да анықтамасы тұр. Енді қазір тоқталып жетпей қояйын. Енді қараңыздар, мынау осы дауысты дыбыстардың ішінде қазақ тілі үшін маңыздыларын. Осы үш тобы тұр ғой мінекей. Маңыздысы қайсысы екен? Мынау а мен ә маңызды емес екен, өйткені мұнан екі тағаны бос тұр. Түгел қамти алмайды. Келесі, мынау үшеуі құрамды дауыстылардың нені ала алмайды екен, өйткені мына бір тағаны бос тұр. Қазақ тіліндегі үндесім әуезді түгел қамтып тұрған ол қайсысы? Мынау қысаң дауыссыз дыбыстар екен. Ендеше біз қысаң дауыстарға тиіспеуіміз керек. Қазақ тіл етіп тұрған осы 3-4 қысаң дауыстылар. Үндесім әуезін сақтап тұрған. Сондықтан оларды қысқартуға болады, қиып тастауға болады, жазбауға болады деген сықылды әңгімелер бұл жерде жүрмеу керек. Деген қорытынды шығады бұдан. Енді соның негізінде мынау ұлттық әліпбидің үлгісін әдейі беріп отырмын. Ұлттық әліпбидің енді сингармология дегеніміз осы теория әліпби құрастыру, қазақ әліпбиінің, ұлттық әліпбидің теориялық негізі болып табылады. Осыны мойындауымыз керек. Бұны мойындамасақ білмеймін енді оның ар жағында қандай болатынын. Енді міне соған да лайық мен әдейі міне бір мәтін беріп отырмын. Мынау Абай жолынан үзінді, мынау Нұрекеңнің еңбегінен үзінді, мынау қазіргі президентіміз Тоқаев мырзаның сөзіне берілгендер. Мынау қазір оны оқып отыратын уақыт жоқ, сондықтан міне қазір аяқта деп жатырмын. Ал енді осы алла сенгенлерді қалай табамыз? Мәселе сонда. Ол үшін мінекей қайтадан Ахмет Байтұрсынов ақсақалымыздың теориясына барамыз. Ақаң не істейді? Мәтінді алады. Мәтіннің ішінен сөйлемді алады. Сөйлем ішінен сөзді алады. Сөздің ішінен буынды алады. Буынның ішінен барып керек дыбыс шығады ар жағында. Мына жерде бәрінің үлгісі тұр. Мына ортақ белгілері, мына әрқайсының жеке белгілері. Мынау жерде мінекей оны салыстыруға болады. Бір айырым белгісі, үш ортақ белгісі бар, екі ортақ белгісі бар, екі айырым белгісі деген соң. Жүйесін көрсету үшін қойылған нәрсе мынау. Ал енді қазақ жалпы түрік тілдеріндегі буын мәселесін біз осы уақытқа дейін дұрыс түсінбей, дұрыс бағаламай келе жатырмыз. Өйткені қазақ тіліндегі буын қай әуезден басталса, сол әуезбен аяқталады. Яғни біз мынаны ішіндегі кез келген дыбысты бөліп ала алмаймыз. Орыс тілінде бұның кез келген дыбысты бөліп алмастыра береді. Мысалы, мына дыбысты анаған қоя салады деген сынды. Сондықтан да оларда фонеманы тексерудің осындай жолы бар. Біз олай істей алмаймыз. Біз тек қана мына түгел буынмен ғана түсіндіре аламыз. Мына дыбысты біз апармай жерге қоя алмаймыз, мынаны ауыстыра алмаймыз. Жалпы буынның құрамындағы дыбыстарды біз орыс тіліндегідей бөлшектеп әкете алмаймыз. Осы біздің буынның ерекшелігі осында. Ал енді мынау бір мәселені айтайын ба, айтпайын ба, айтсам тағы да
ne болып кетемін әңгіме көбейіп кетемін. Өзі қазақ тілінде мынау үндесім тіл болғаннан кейін сингармонизмнің жаны да тәні де ол буын. Буыннан тыс сингармонизм болмайды. Ендеше сол қазақ тіліндегі ең кіші морфологиялық бөлшек ол буын. Ал бірақ грамматикаңыз қараңыздар. Мысалға іс дейміздағы ар жағында с деп тағы да дауыссыз морфема қойып қоямыз. Дауыссыз өз алдына морфема бола алмайды. Ендеше не істейді екенбіз? Оның әр уақытта алдында дауысты дыбыс тұрады. Оны қалай табамыз? Мысалы, сарағаш дегенімізде бірден белгілі алғашқы бірінші дауысты түсіп қалып отыр. Ендеше мына төменгі жағында тұр мінекей. Ас, әс, ыс. Бұл топтағы, болмаса мына ың тобындағы оның үш қана қосымша емес екен. 9 қосымша екен мінекей. Bu da bir ойланатын, мына сингармология теориясына байланысты. Оның артынан тағы да әңгімелесе жатамыз, екі айтамыз. Мынау енді егер біз үндесім, алла сенгемаларды іздейтін болсақ, 75 таңба шығады екен, 75 дыбыс. Қазақ тіліндегі үндесім дыбыстар осы 75 таңбаның несімен құралады. Ал енді мынау енді қазақ тіліндегі үйлесім алла сенгемалар қанша? Мінекей оның тобы мынау. Біз қазір мынау жасанды интеллектті құрастырып жатыр. Бізде қазір жігіттер, ондай жігіттер бар. Бірақ сол робот қазақша қалайша таза сөйлейді, акцентсіз қалай сөйлейді? Оны сөйлеу үшін оның жадына мінекей мына тұрған 153 екен осы дыбысты соның жадына енгізуіміз керек. Осыдан барып құрастырылған сөз, бұлайша айтқанда акцентсіз, таза қазақша не болып шығады әлгі, сөз болып шығады. Мінекей сингармологияның бізге беретін тағы бір несі осы. Әне теориялық фонетика өз алдына әрине. Енді мына жерде енді мына орысша болып кеткен енді. Әрқайсының несі әлгі, мына фонема деген тонема сингема. Өзі бұлардың үшеуінің де қызметі ортақ. Фонетикалық бөлек-бөлек, жеке-жеке. Соны көрсету үшін. Енді ең соңғы көрсетейін дегенім мына қазақ тілінің артикуляциялық базасы. Осыны қараңыздар мына. Еріндік езулік дей саламыз. Жоқ, олай емес екен. Еріндіктің өзі 5 түрлі. Ашық езулік, қысаң езулік, емеурін езулік, доғал езулік, сүйір езулік. Жасалу амалында біз қоңырауды өшіре аласыздар ма? жуысыңқы, тоғысыңқы дей саламыз. Жоқ, олай емес екен. Ашық жуысыңқы, қысаң жуысыңқы, мынау жайылыңқы жуысыңқы, жинақы жуысыңқы, жанама жуысыңқы, діріл жуысыңқы, ең соңында барып, жаңағы тоғысыңқы шығады екен. Ендеше, менің айтайын деп отырғаным осы мәселені мынау артикуляциялық базаны өзге де түрік тілдеріне осы үлгімен енгізсе болады деп ойлаймын. Енді мына сөзімді аяқтаймын, мына ең соңғы. Мына Мурат Аджи деген мені білесіздер, соның мынандай сөзі бар екен. Любая глубокая идея проходит своим становлением 3 этапа. На первом автор слышит. Этого не может быть. Бұл мүмкін емес. Екіншісінде, в этом что-то, мұнда бір нәрсе бар. Үшіншісінде, бұны кім білмейді, немересін айтып отырсын дейтін мынадай 3 неден өтеді. Әзірге менің мынау айтып отырғаным, этого не может быть деңгейіне тұр әзір. Өзімнің қасымдағы әріптестерімнің өзі маған осы әңгімені айтып отыр. Міне мен көпшілікке шығардым, енді ары қарай әңгіме бұнымен бітпейді. Енді мынау жоғары оқу орындарында мамандарымыз бар, тағы мына студенттерге беру керек. Олардың санасы таза ғой әлі. Бұлар бірден қабылдайды. Жақсы, мен осымен аяқтаймын.
Koşuldum da. Bununki amançılık olsun, köp rahmet dep ayakta oturdum.